Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кейіннен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видео астындағы бір лайк және жазу түрлерін басыңыз. Қолдарыңыз кеуетоланың қабырғаларына тисін. Бізге қосылыңыздар, біз сізге ең жақсысын жеткізуді жалғастырамыз. Ал ендеше бастадық. 1-шілден бастап азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік қолдау күшейтіледі. Қазақстан Республикасы әлеуметтік кодексін іске асыру шеңберінде 2023 жылдың 1-шілдесінен бастап азаматтардың жекелеген санаттары үшін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшері, сондай-ақ мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан еңбекке қабілеттілігінен айырылу және асыраушысынан айырылу жағдайлары бойынша төлемдер 14,15%-ға арттырылады деп хабарлайды Азаттық рухы. Бұған дейін хабарланғанда 2023 жылғы 29 наурызда 8-ші сайланған парламенттің бірінші сессиясының ашылуында мемлекет басшысы мүгедектігі бар адамдарды қолдау шараларын күшейту қажеттігін атап өтті. Қазақстан Республикасы әлеуметтік кодексі шеңберінде 2023 жылғы 1-шілден бастап мемлекеттік жәрдемақылардың мынадай түрлерінің мөлшерін орта есеппен 14,15%-ға арттыру көзделген. Мүгедектік бойынша асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша арнайы әлеуметтік жәрдемақылар, мүгедектігі бойынша айлық жәрдемақы мөлшеріне дейін, жасына байланысты зейнетақы төлемдеріне қосымша ақы алушыларды қоспағанда жасына байланысты зейнетақы төлемдері немесе еңбекке сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері тағайындалған. 1-ші, 2-ші және 3-ші топтағы мүгедектігі бар адамдарға арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар. Осылайша жоғарыда аталған жәрдемақы түрлерін 2022 жылмен салыстырғанда 25%-ға ұлғайту қамтамасыз етіледі. Осы мақсаттарға республикалық бюджеттен қосымша 37 миллиард теңге бөлінді. Бұдан басқа 2023 жылға шілдеден бастап мемлекеттік жәрдемақыларды 14,15%-ға арттыру көзделген. 1-ші топтағы мүгедектігі бар адамға, күтім жасайтын адамға, мүгедектігі бар баланы тәрбиелеп отырған анасына немесе әкесіне асырап алушыға, қорғаншыға бүгінгі таңда бұл жәрдемақылардың мөлшері 1,4 ең төменгі күнкөріс деңгейі немесе 2023 жылғы 56,94 теңгені құрайды. Әлеуметтік кодекс күшіне енген кезде жәрдемақы мөлшері 2023 жылы 1,61 ең төменгі күнкөріс деңгейі немесе 65,313 теңгеге дейін артады. Осы мақсаттарға республикалық бюджеттен қосымша 6,4 миллиард теңге бөлінді. Төлемдердің мөлшері жеке және мыналарға байланысты. Соңғы 2 жылдағы МСХ әлеуметтік аударымдар жүргізілген орташа айлық табыс, еңбекке қабілеттілігінен айырылу коэффициенттері, асырауындағы адамдар саны, міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу өтілі және табысты ауыстыру. Бұл төлемдер республикалық бюджеттен төленетін ұқсас жәрдемақыларға қосымша жүзеге асырылады. Сондай-ақ 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасы үкіметінің шешімімен олардың мөлшері 8,15%-ға ұлғайтылды. Жоғарыда көрсетілген жәрдемақылардың мөлшерін арттыру еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттық жүйелерінде бар мәліметтер негізінде автоматты түрде жүргізілетін болады. Осыған байланысты алушылардың уәкілетті органдарға қосымша өтініші талап етілмейді. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.